Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен жұмсақ, өте дәмді булочка дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 2 жұмыртқа, 100 грамм су, 100 грамм сары май, 1 чайный ложка разрыхлитель, 1 чайный ложка дрожь, 200 грамм құмшекер, 300 грамм сүт қажет. Ең алдымен сүтімізге суымызды құйып аламыз. Одан соң ерітілген майымызды құямыз. Жұмыртқамызды саламыз. Сүтіміз жылы болу керек. Құмшекерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Оның үстінен дрожжымызды салып араластырамыз. Үстінен разрыхлителімізді саламыз. Араластырамыз. Бізге жұмсақ болғанша, керегінше ұн қосып қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр жасауымыз керек. Міне осындай қамыр пайда болады. Одан соң бетіне пленкамен жауып, үстінен матамен орап 3 сағатқа қойып қоямыз көтерілгенше. Осындай әп-әдемі болып көтеріледі. Одан соң өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі формаларда булочка жасап істесеңіздер болады. Біз сіздерге қазір 2-3 түрін көрсетемін. Осылай домалақ етіп жайып аламыз. Менде вареный сгущенка арасына салып жатқаным. Ортасынан былай кесеміз. Қазір біз бабочка түрін дайындаймыз. 2 жағын қысып, ортасынан кескен қамырымызды артына айналдырып жабыстырамыз. Осындай әдемі бабочка болып шығады. Келесі қамырымызды сопақша етіп жайып алып, үстінен мак пен құмшекер араластырып сеуіп шығамыз. Әртүрлі формада жасап шықсаңыздар болады. Менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, қолдап қоюларыңызды өтінемін. Осылай ораймыз. Бетіне жауып, ай тәрізді етіп қоямыз. Келесісін роза гүл тәрізді етіп істейміз. Осылай ораймыз. Жартысынан бері қарай кесеміз до конца. 2 қамырды 2 жаға қарай шығарып, орап, айналдырып шығарамыз. Піскен кезде роза гүл тәрізді болып шығады. Содан соң пергамент қағазымызға қойып, бетінен жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз. Бетіне мак пен құмшекер себеміз. Қызып тұрған пешімізде 220 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Осындай өте әдемі жап-жақсы көтеріліп шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.